12 сәуір халықаралық авиация және ғарышкерлер күні. Бірақ неге бұл мереке дәл осы күні тойланады? Қазақ елі армысың, бізде бар болғаны 1 минут кеттік. Осыдан 55 жыл бұрын, яғни 1961 жыл 12 сәуір сағат таңғы 9-дан 7 минут кетті. Байқоңыр космодромы. Тұңғыш рет ғарышқа Кеңес одағының ғарышкері Юрий Гагарин ұшты. Оның кеттік деген сөзі барлығының есінде қалды. Қазақша кеттік деген жоқ, енді орысша поехали деп айтты. Ғарышкер орбитада 108 минут болып, қайта жерге оралды. Тура 1 жылдан кейін бұл күн ғарышкерлер күні деп тойлана бастады. Қазақстанның мақтан тұтатын 3 ғарышкері, 3 қыраны бар. Олар Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов. Қазақстан ғарышқа тек 3 азаматын ұшырған болса, Ресей 122, Америка Құрама Штаттары 343. Жалпы әлем бойынша 6 миллиард адамның тек 300-ден астамы ғана ғарышкер атанған. Ал сен